Сәлем достар, бүгін біз алдыңғы видеода тоқып бастаған моншақпен тоқылатын слетиді аяқтайтын боламыз. Біз мына жерге келіп тоқтағанбыз, өрнекті бітіріп. Қазір сіздерге осылай аяқ жағын тоқуды және мына жерден өкшесін шығаруды көрсететін боламын. Міне біз осылай аяқтаған болатынбыз. Осылай соңғы без накид алынған жерге біріктірген болатынбыз. Енді осы жерден 3 воздушный петля көтереміз. Тек осы жерден ғана 3 воздушный петля көтеретін боламыз. 3 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3. Үшеу көтердік. Міне осылай үшеу көтеріп аламыз. Тоқымамызды кері бұрамыз. Накид іліп аламыз. Бірінші тұрған петлядан бастап тоқи береміз. Міне осы жерден бастап. Осылай аяғына дейін мына жерде 10-шы без накид алған жер бар ғой, осы жерге дейін с накидім тоқып шығамыз. Міне 32 тоқып келдім. Енді міне 33-ші 34 мына жерде без накид алдық қой соңғы. Сомен с накидім алғанның арасындағы бір петляға осы жерден тоқитын боламыз. Бұл жер көбінесе білінбей қалуы мүмкін, тастамаймыз. Енді 2 воздушный петля көтереміз. 1, 2. Тоқымамызды кері бұрамыз. Ары қарай соңына дейін с накидім тоқи береміз. Бұл жерде барлығы мына жерден бастағаннан бастап аяғына дейін, мына жерге дейін 34 с накидім болды. Столбик с накидім болып шықты. Бұл аяқ жағында, өкше жағында міндетті түрде мына шетіне дейінгі аралық міндетті түрде жұпсан болу керек. Себебі біз мына жерде өкшесін шығарамыз ғой, аяғына қарай. Өкшесін шығарғанда ортасынан 6 петляны, мына жерде ортасынан 6 петляны қысқартамыз. Сол кезде екі жағында теңдей сан қалу үшін міндетті түрде жұп болу керек. Оны қазір өкшесін шығарғанда көрсететін боламыз сіздерге. Менің размерім 37-38 размер болғандықтан мен осылай 15 қатар тоқитын боламын. Міне бір қатар кетті былай. Енді былай қарай екінші қатар кетеді. Екінші қатар кетеді, одан үшінші қатар. Осылай 15 қатар тоқып шығам. Ары қарай 3 қатарында қысқарту болады. Оны көрсететін болам. Міне осы жерден бастап мынау екінші қатар менде. Аяғына дейін столбик с накидім тоқып шығамыз. Әр петлядан бір-біреуден осылай. Міне. Міне аяқ жағына келдім. 31, 32, 33, 34-ті мына алдыңғы қатарда воздушный петля көтердік қой, мына жерде үшеу көтердік. Осының ішінен аламыз осылай. Міне, осылай, осының ішінен алып тоқимыз. 34. Барлығы 34 столбик с накидім болу керек. Егер шатасып кетем десеңіздер, санап отырып тоқысаңыздар болады. 35 немесе 37 болып кетпеу керек. Себебі жаңа айттым ғой, артқы жағында өкше шығарған кезде екі жағында теңдей петля қалу керек. Осылай өздеріңіз қалаған ұзындықта тоқисыздар. Мен 15 қатар тоқып шығам. Міне 15-ші қатарды біттім. Енді ары қарай
16 қатарда бізде өкше шығару басталады. Мына жерде барлығы 34 ілмек қой. Осының ортасынан 6 ілмекті бөліп аламыз да қысқартып өкше жағын шығарамыз. Ол үшін осы жерден бастап 34 ілмекті 6-ны алып тастасақ 34-тен 28 қалады. Ол 28-ді екі жаққа бөлгенде 14 ілмектен болу керек. Енді біз 14 ілмекті санап аламыз. Міне. Біреу, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15-ші ілмекке андай маркер қойып қоямыз. Мен санап отырып тоқи берем. Егер ұмытып қалам, шатасып кетем десеңіздер, маркер қойып қоюларыңызға болады. Енді мына жерден 6 санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 міне. 6-шыға тағы да маркер қоямыз. Арғы жағында тағы да 14 ілмек қалу керек. Міне 14, 14, ортасында 6 ілмек. Ол өкше шығаруға арналған. Енді 2 ілмек көтереміз. Тоқымамызды бұрамыз. Ары қарай 14 ілмек санап отырып тоқимыз. Біреу кетті. Екеу. Үшеу. 13. 14. Міне 14 ілмек тоқыдым. Бір маркерді алып тастадым міне. Алып қойдым. Енді мына жерде 6 ілмекті, 2 ілмекті біріктіреміз. Сонда 3 ілмек қалу керек. Міне көрсетейін сіздерге. Бір ілмекті аламыз, жартылай тоқып аламыз міне осылай. Тағы да накитліп аламыз да, келесі ілмекті тоқып, жартылай тоқимыз да осылай. Үшеуін бірге аламыз осылай. Міне. Екеуі кетті. Енді 4-еу қалды. 4-еуін екеуін бірге сон біріктіріп 3 ілмек қылып тоқимыз сонда. Жартылай тоқып аламыз. Тағы да 2-ші ілмекті аламыз да жартылай тоқып аламыз. Енді 3-еуін бірге тоқимыз. Келесі тағы да жартылай тоқып аламыз. Маркерді алып тастаймыз, бұл маркер. Келесі ілмекті жартылай тоқимыз. Үшеуін бірге аламыз. Міне, осылай, міне қарасаңыздар 3 ілмек қысқарды. Мына жерде көрініп тұр. Мына екеуі біріктірілді, екеуі біреу. Мына жерде екеуі, мына жерде екеуі міне. Енді осы жерге, мына жерге біреу қоямыз. Сосын қазір мына жерден бір ілмек тоқиып, сол жерге бір маркерді қоямыз. Сонда жаңағы 6 ілмегіміз 3-еу болып қысқарды. Енді мына жерге қоямыз міне. 3 ілмек қалды сонда. Енді ары қарай столбик с накидом аяғына дейін тоқып шығамыз. Аяғын тоқып шықтым. 2 воздушный петля көтердім. Тоқымамызды былай қарай айналдырамыз. Келесі ортасына дейін столбик с накидом аламыз. Осы жерде айта кететін бір нәрсе. Мына жерде біз 14 ілмектен алдық қой екі жағында да. Мына жақта да 14, мына жақта да 14 болды. Енді следиктің ішкі жағынан тоқығанда мына бастан ортасына дейін 13 болады. Одан қорықпаңыздар. Себебі жаңа қысқарған жіп қысқарттық қой, сонда біреу кетеді. 13 ілмектен кейін барып, 2 ілмекті қысқартамыз. Сонда екі жақ теңеседі. Мына жағын тоққан кезде, екі жағында да 14 ілмектен қайтадан теңесіп тоқылатын болады. Міне қазір көрсетем. 2 ілмек кетті.
3, 12, 13. Міне 13 ілмекті оқыдық. Мына жерде осы жаңа қысқартылған 3 ілмек тұр міне. Жаңа айналдырып көрсеңіздер. Міне 3 ілмек осы жерде тұр міне осы. Мына жерден басталып тұр міне. Міне. Біреу екеу. Біреу екеу, біреу екеу. Енді осы жерден 2 ілмекті қысқартамыз. Жаңағыдай 1 ілмекті жартылай аламыз. Тағыдан накид аламыз да жартылай тоқып аламыз. Одан кейін 3 ілмекті қатарынан аламыз бүйтіп. Біреу болды, енді екіншісін қысқартамыз міне. Жартылай алып аламыз. Тағыдан накиділіп жартылай аламыз да мына үшеуін бірге тоқимыз. Міне болды, қысқартуымыз бітті. Қазір екінші жағынан қысқартқан кезде тура ортасынан без накид аламыз. Енді аяғына дейін столбик с накидом тоқи береміз. Міне аяғына келдім. 2 воздушный петля көтерем. Тоқымамды айналдырам. Енді тағда 14 ілмек тоқимыз. Столбик с накидом. Міне, мен 14 ілмек тоқып келдім. Енді тура ортасындағы ілмекке без накид аламыз. Міне. Ешқандай накид ілмедім. Осылай без накид аламыз. Осылай аламыз да, осылай тоқимыз. Келесі петляны уже с накидом аламыз. Ары қарай 14 петля теңесті екі жағы. Міне соңына келдім. Осы жерде енді ары қарай тоқымаймыз. Сіледегімізді былай қарай айналдырып аламыз. Ішкі жағына қарай. Осылай айналдырып аламыз да, осылай теңестіреміз міне. Осылай тұрады. Мынаны өйтіп іліп аламыз. Екі жағын осылай теңестіреміз де. Біріншісін былай 2 воздушный петля алған жерден іліп аламыз. Осы жерден міне екі жағында да қабырғалары көрініп тұр, я? Міне осылай, мына жер. Көрініп тұр ғой сіздерге. Осының осы екінші жақ қабырғасынан алып тоқитын боламыз міне былай. Осылай алып, ішкі жақ қабырғасынан, сыртқы жағындағы емес, ішкі жақ қабырғасын екеуін бірге осылай іліп алып отырамыз. Міне екіншісі. Екінші қабырғасын іліп алдым. Келесінің екінші қабырғасы міне. Осы екеуін бірге іліп аламыз. Тағы да міне. Екінші қабырғасы, келесінің екінші қабырғасы. Осылай біріктіріп отырып бекітеміз міне. Екі қабырғасын алдым, ішкі жақ. Осыны былай бекітіп отырып, аяғына дейін осылай тоқып шығамыз. Міне, осылай болып шығады мына жер. Арты осылай болып бекиді міне. Қазір аяғына дейін бекітіп көрсетейін сіздерге. Міне, екінші жақ қабырғасы, келесінің ішкі жақ қабырғасы. Осы екеуін бірге алып, осылай бекіте береміз. Үшеуінен бір-ақ шығарамыз жіпті. Осылай бітті міне. Болды. Былай жібімізді аламыз да. Өткіземіз былай.
осылай түйіншек жасап аламыз. Болды. Қиып тастаймыз жібімізді. Енді мыналардың арасына өткіземіз да түйіншектейміз. Бірінші былай аламыз да бір түйіншек жасап аламыз. Осылай бір түйіншек жасап аламыз. Сосын жіптердің арасына білдіртпей қосып жібереміз. Осылай. Артық ұжымымызды қиып тастаймыз. Келесі басында осылай бірінші түйіншек жасап аламыз. Мынау ішкі жақпасы. Осыдан ішкі жағынан бір ілмек кілеміз да түйіншек жасап аламыз осылай. Осылай бекітіп жібереміз. Міне біздің сілетегіміз дайын. Енді мынандай жиегін тоқимыз. Жиегі осылай тұрса, бұл аяқтан түсіп кетуі мүмкін. Кейбіреулер осылай қойып қояды. Бірақ ол аяқтан түсіп кетуі мүмкін. Кигенде де әдемі көрінбейді. Мен сізге манекенге кидіріп көрсетейін. Міне, мына жері босап кетеді. Мына жерін қарасаңыздар, мына жері босап кетеді. Кигенде созылып кетеді мына жер. Киген сайын. Қазір мен сіздерге осы жиектерді көрсететін боламын. Тура жаңағы ортасынан аламыз да міне, тура ортасынан аламыз осы ілмектен. Жібімізді өткіземіз. Осылай өткізіп аламыз. Тағы бір воздушный петля көтереміз де мына жіпті тартамыз. Сонда тартылады. Осы жерден жаңа тоққан кезде әр қатардан 2 воздушный петлямен көтеріп отырдық қой. Сол жерлерден бір без накид алып тоқи береміз. Осылай мына жерде біріне қатардікі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі. Бұл жерде белгілі бір есептеу, мұнша петля тоқу керек деген ондай не жоқ. Өзіңіз қалаған неңізде тоқисыз. Кейбір жерден 2 без накид алуыңызға болады, мысалы. Мынандай үлкен жерлерден 2 без накид алып жүріңізге болады. Ол ештен кетпейді. 2 алып жүрдім мен мына жерден. Ары қарай мына жерден 1 алам. Тағы 1 алам. Әр қатарда 2 воздушный петля көтердік қой. Сол жерлерде, мысалы, мына жер міне. Мына жер. Мына жерден тағы 2 без накид алып жүрем. Ол ешқандай да әсер етпейді. Осылай тоққанда былай мына жағы кішкене тартылып, аяққа әдемі тұратын болады. Міне осы жерге дейін тоқимыз, мына жерге дейін қазір көрсетем. Без накид алдым. Без накид. Мына турадан бұрышынан 1 аламыз. Мына жерде басында 10 без накид алдық қой. Осы жерден әрбірінен 1 без накид алып шығамыз. 1, 2, 3, 4. Міне бірінші жартысына без накид алып шықтым.
Енді екінші жартысынан да тура солай әр петлядан бір без накидтан алып шығамыз. Міне осылай. Осылай без накидтан алып шығамыз. Мына жағын жаңағы айтқанымдай, мынандай әр қатарда екі воздушный петля көтердік қой. Осы жерден әрбірінен бір-бір без накид, кейбір жерінен екеу алуларыңызға да болады. Ол ештеңе етпейді. Осылай мына аяғына дейін тоқып шығамыз. Міне аяғына келдім. Аяғына келгенде жаңа бірінші қатардағы бірінші петля бар ғой мына жерде. Осыған былай соединение жасап, соединение жасаймыз да, осылай бір петля алып аламыз. Келесі бір воздушный петля көтереміз. Тағы да осылай бір қатар тоқып шығамыз. Бұл жерде енді көрініп тұрады әр петля, міне осылай. Осылай көрініп тұрады. Осы әр петлядан бір-бір без накид алып шығамыз. Осылай. Мен соңына келдім екінші қатардың. Енді бастапқы жаңа бірінші қатардағы біріктірдік қой. Осы ілмекке қайтадан жалғаймыз. Міне осылай. Осылай аламыз да шығарып аламыз. Болды, осымен бітті. Біздің следигіміз тоқылып бітеді. Осылай түйіп аламыз. Осылай түйіп аламыз да жүрімізді қиып тастаймыз. Жіпті ішке қарай білдітпей қосып жүреміз. Міне осылай болып шығады. Аяққа келгенде осылай қысып тұрады. Әдемі болып тұрады аяққа келгенде. Кидіріп көреміз. Міне екі следигіміз дайын. Егер видеоның соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, комментарий жазып, арнаға жазылып қойып ұмытпаңыз. Сіздермен болған Алла.